Қазір осы Элафит компаниясында мен партнер болып жұмыс жасап отырмын. Өйткені мен ұлымда өте керемет результат бар. 3,5 жасқа, біріншіден ұлымда 3,5 жасқа эпилепсия болды, жаңа кислородное голодание, сотрясение болды. Әрине 3,5 жасқа мен қарап отырған жоқпын, емдеттім, ішпеген дәрім жоқ деп 100% айта аламын. Керек қаншама біз профессорға да бардық. Алматыда ма? Осы Алматының өзінде, мысалы Алматы ең үлкен қала болса да, қаншама жерге бардық, бірақ бір результат болған жоқ, талғанып қойған жоқ. Айына 2 рет больницаға жаттым. Эпилепсия болғанда судорога аптасына 1 рет, кейде аптасына 2 рет ұстайтын. Содан мен осы компанияның продукциясын кездестіріп, бір ғана витамин ұлым адам қатарынан қосылды. Мен айқайлап тұрып, кез келген адамға, анаға мен айқайлап айта аламын. Өйткені қазір 2 жыл уақыт болды, мүлдем танымаймыз. Уже мектепке баратын жағдайға жетіп отырмыз. Бұрын мен жаңағы магазинге барып келгенше талып қалатын жағдай болса, мен қазір 20 күн, 30 күн баламды қалдырып региондарға шығып жұмыс жасап отырмын. Өйткені мен танымайтын 100% көзім жетеді. Бір ғана кішкентай флакон өзі ұлыма көмектесті. Вообще виратрол қолданған жоқсыз? Виратрол қолданған жоқ. Андасымды шаштым. Қанша уақытта? Мен мысалы үшін мен айтар едім, осы бір ғана витаминді күні 2 рет, 3 рет шаштым. Содан қарасам 6 ай болыпты, ол мүлдем танымайды. Мынадан басқа флакон қолданған жоқпыз. Бір ғана спрейді ғана қолдандық. Тамаша. Содан 6 айдан кейін мен қайтадан просто жаңа 2 рет, 3 рет профилактика ретінде бере бастадым. Кейбіреулер егер мынаған зависимость бар ма десе, 100% жоқ деп мен айта аламын. Рахмет.